32 үй туралы айтайықшы халыққа. Жомарт, бірдеңке айтсам күлмейсің ба? Не үшін? Негізінде біздің өміріміз, отбасымыз біраз адамдарға мотивация ғой. Осынша дәрежеге жетіп отырмыз. Кішкентай ғана кепе үйден қазір Аллаға шүкір 2 қабатты үй соғып отырмыз. Сол туралы бір кино түсірейікші. Енді жетпеген кино еді. 32 үй туралы айтайықшы халыққа. Қалай алғанымызды, қалай жеткенімізді. Оңай емес қой, былай қарап тұрсаң 32 үй алу. Біраз адамдарға, біраз отбасыға мотивация болатын еді ғой сол. Осы бір нәрсені ойлап табасын тұрасың, не деген кино? Біздің өзіміздің өміріміз туралы кино болады. Адамдар қызық деп ойлайсың ба? Иә, қызық. Тұра тұршы, ана кісілер ғой, қарасай, ана кісілер. Ой, бір адам деген әйеліне жол беру керек, бір үйрете беріп шаршамайды. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Кімдер ол? Мен саған ана кезде айтқан едім, осы кино түсіргім келіп жатыр, сондай бір отбасы бар деп та, әйел мен күйеуі күшті киношыны түсіреді. 2 ай болды соларды қарап жүргеніне бар ғой, мықты түсіреді. Жүрші, жүрсей көрсетейінші, жүрші, танысып көрейікші. Қыздар, мына жер жиналаңдаршы. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар?